Селям алейкум. Эфирде Айша Шулакова нәтижелеріле информацион-аналитик программамыз вемен оның алыбаржысы. Сонына келген авта қатарымызда насыл қалажаға ақта тамам шынды тариф етежеміз. Қырым көсегінде деніші. Қырымда ве Ақмезжетте бала бақчалары açılғанны қувандырам. Кенжелер проблемлері яваш-яваш чезілем. Туфған ярымадамыздың денішмелері ақында Қырым сәкенлері сөз юрсетелер. Жұмхуриет Русия еркянында 7 елығыны қайдетмеге азырлана. Қырым мұхбирлері малюмат қамачавыны бозалар. Қырым сәкенлері адам дегіл. Біз өз малюматымызны башқаларға еткізмеге ақымыз yok, дейлер. Демократия дегенлері бұмы? Маниялар олса біле, ләкин Қырым сәкенлерінің сесі ОБСЕ-де яңғырады. Қырымда адлие, медениет ве милетлер ара мунасебетлері. Настолько мы между собой... Біз осяра милет менсуплігіне бағлы дегілміз. Эм қызметте, эм достлықта, эм шақси мунасебетлерде. Ең есасы бұны сақламақ ве провокацияларға оғрамамақ. Қырымның вице-премьер-везирі Михаил Назаров или махсус интервью. Санкцияларға қаршы Қырым мақсулаты доғыру Қытайға. Қытайда истемалжы пек жоқ, Русияда есе кейфиетлі маллар жоқ. Қырым тавуқ фабрикаларының мақсулаты шарап ве эфир яғлары Қытайға йоланacak. Информацион қамачавны бозма қолай дегіл, ләкин мүмкін. Қырым сәкенлері невбеттекі сефер ОБСЕ-де иштирак еттілер. Матбуат васталарының сербестлігі ве гендер мусавейлігі. Қырым сәкенлерінің чықышлары саясетіле бағлы дегіл ве бұ мевзулар диққатсыз қалыр деп түшінсек біле, Украина еті бұна қаршы мұнасебетіні көстерділер. Ватандашларымызға халқыра севеді чықышта бұлынмаға имкан берілді ма жеба? Бұ ақта левхамызны серетініз. Варшаванен видеобақта Крым сегодня адлы информацион агентлікнің башмуариры Анастасия Гричина. ОБСЕ тышкілятының онлайн топлашуында иштирак етті. Күн мевзусында күтлевей матбуат васталарының сербестлігі ве гендер мусавейлік. Ағларда сықалда қорқузуылар ве тақып етілуге раст келем сықалда. Бұл қорқузуылар менің сияси ве этник фікірімлерінен бағлы. Мен оларны сақламаздан интернетте ачық айдық язам. Қырым сәкенлерінің яшайшы ақында керчек малюмат вақыт кемер украинлилерні ачувландырайды. Бұл себептен Анастасия Гричинаға комшу девлет тарафындан кейбір ұжымлар олды. Ве ата Қырым сәкені сиясетнен ұзақ олған журналистика ақта мевзуны көтергенде оны душманжа қаршыладылар. Бұл Украина тарафындан яқшы планаштырылған шоу. Авропа бірлігінің демократик мейданында Украина тарафының ұжымларына жауап бермек үшін сөз бермеділер. Невбеттеки ақылсыз сөзлер бізге сөз бермек мүмкін дегіл. Қырым işgal етілген территория, Қырым сәкенлері адам дегіл, біз өз малюматымызны башқаларға еткізмеге ақымыз жоқ, дейлер. Демократия дегенлері бұл му? Ең мерақлысы Крымская газета нәшірінің башмуариры Мария Волконскаяның марузасындан сон башланды. Анламаныз için Қырым Жұмхуриеті ішкі сиясет ве бақ везерінің 5 муавенеден 4 қадынлар. Қырым Жұмхуриеті тамам бұл сөзлер Украин эйетінің векиллерінің ачуыны чықарды. Бұл даққадан башлап Мария Волконскаяның марузасына кедер етмеге тұрыштылар. Эмде сөз күтлеви матбуат васталарының сербестлігі ве гендер мусавилік ақында юрсетілгені муымдегіл. Күтлеви матбуат васталарында да вазиет айны бойле деврейне шырлер телеканаллар. Allow me to pass on the floor to the delegation to Ukraine, and then we will get back to you in a second. Украина еті қырымлыларны ОБСЕ мейданындаки виртуаль фезадан алып ташламаға талап етті. Біраз вақыт кешкен сон бір sıra дигер мемлекетлер журналистлерні тінқит етіп башладылар. Хватило. ОБСЕ модераторлары бұл конференцияда мана чықышымы девам етмеге имкан бермеділер, вақытны сынырлы еттілер. Егер дигер мемлекетлерінің ватандашлары спикерлерінен мұнақаша шекілінде субет алып барған олсалар, Қырым журналистлеріне бөле имкан берілмеді. Ама мана сөз бермеділер ве невбеттеки тырышудан сон мені конференциядан чықарып аттылар. Бұлар өпсі Авропадаки демократия насыл олғаныны көстере. Қадынлар ақлары ақында отырышувда Қырым қадынларына сөз бермеділер. Количество наших, в кавычках, друзей. Біздің бөле сақты достарымыздың сайысы анда пек бұйық. Олар Қырымға қайыр тілемейлер. Ве біз өзіміз олармен чалашмаға, тіл тапмаға, давалашмаға, қавғалашмаға, ноқтай назарымызда тұрмаға тырышамыз. Қырым Жұмхуриетінде не ола, о насыл инкишаф ете, насыл деңішті. Bizim телеканалымызда ОБСЕ отырышуында иштирак етті. Ама марузанен чықышта bulunmaq имканы olmadı. Бізге құлақ асмадылар, сонында есе тешкілячылар bizim камерамызны сөндірділер.
сакинлери энди чоқ керелер дүйнө мейданларында чыгышта булуналар. Біз ООН ve ОБСЕ отурушууларында даими спикерлер оламыз. Сефер бойлы иштирагымыз информацион камачавны аз олса биле боза. Мы хотели бы, чтобы это... Біз қырымлыларның сесі ғарыпта ишетілгенін істер едік. Қырым ишғал етілген. Шу ишғалінің құрбанлары олдылар деген яңлыш пікірлер олмасын дейміз. Біз ешбір түрлі құрбанлар дегілміз. Бұл біздің істегіміз еді. Ве бұл манада қырымлыларның сесі ОБСЕ информацион мейданларында пек мұйым. Ве біз білеміз, тамам шу шей оппоненттеріміздің ачуғына тие. Қырымда юз берген вақалар ақында объектив малюматны еткізмек bu еңгіл вазифе дегіл. Ярымаданын аман-аман 97% Русенин бірлешув тарафыны алсалар біле, Киев эпсі бірдей беруінің нәтижелеріні танымай ве Қырымны қайтармақ бойынша планлар түзуіні девам ете. Қырымлыларға чешет Авропалы мейданларда қаршылық көстеру есе ананеге чевралды. Ғарби кураторларының параларыны ақлайлар. Чувствуется предвзятое отношение со стороны этих международных... Бұл халқара тешкилатлар тарафындан эвелден белі олған мұнасебет дұйыла. ОБСЕ тарафындан да айны бойле, афсуски. Мен белесем, бойле конышув шекілі да бір қач вақытқа сүрер. Ама Қырым векілері эпсі халқара мейданларда фаал иштирак еткенлеріні ве Қырым ақында, Қырым вақалары ақында керчек малюматны еткізгендеріні назарға алсақ, бұл эралда деңішір дейміз. Бір жең соңында барышықнен екінлене. Халқара топлулық ешітір. Құсусан санкцион саясетте иштирак еткен мемлекетлерінің ади гражданлары. Халық дипломатиясы ғарби информацион қамачавға қаршы күрешінің семерлі усулыдыр. Қырымны ел онларча халқара эйет зиярет ете. Ве буал біз тышқы дүниядан үзілгенімізге ошамай. Бір бойле эйет есе, бұ бізім яны достарымыз. Қырым реаллигінің ве бұйық дөнішмелерінің яны шатларыдыр. Сөзнен дегіл ішнен Русия еркенында олған 7 ел içinde Қырым яны нефес алды. Чирек асыр девамында япылғанындан зияды іш япылды. Келіңіз, адди адамларының яшайшы насыл денішкенini сейретейік. Selam aleyküm, hoş geldiniz. Sağ olunuz, aleyküm. Султания Ибраимова бізні квартира қапусындан қаршылай. Бұ қорантанен біз чоқтан танышмыз. 4 ел евелсі біз олар ақталевға көстерген адық. О заман яңғын ватандашларымызны евсіз ве барқсыз қалдырды. Яқшы ке бір кімсе зарар көрмеді. Бұ қазадан евел қорантанын ен итибарлы азасы Алия ханым Ибраимова 5 жыл реабилитирленген оларақ мескен евбетінде тұрды. Яңғын себебінден мескен айрылуы тезлештірілді ве олар өз квартирасына көчтілер. Tez oldu. Allah'a şükür yaxşı verdiniz buna. Yaşayımız kaç yıldan beri? 3 yıl oldu bunda yaşayakın. Эки одалы квартира, лоджия, мында эм инфраструктура яқшыжа, эмді Ахмеджитке яқынжа. Savaş şerifiniz hayırlı olsun. Sağ olunuz. Бірер филжан қоқылы қаве içіп, Қырым ақта, Қырым татарлар ақта субет етеміз. Устали вот строить для реабилитации. Реабилитирленген гражданлары үшін чоқ евлер құрула, оларны дарқатқан сон невбетлер де бітеджек. Адамлар яқшы яшап башлай жақлар. Қартларымыз чекішмесын онайтлы евлерде яшасынлар. Кичи Камира анасының еліні тұтып бала бақчыға кетті. Юзінде тебесін парылдай. Севімлі группасына достарына ветербейчісіне ашыға. Бұр чоқыра қасабасында Лучик адлы бала бақчасы açılғанына ем бұйыклер, ем кичіклер қувана. Қырымда ве Ахмеджит бойынша бала бақчалары açılғаны пек қувандыра. Балалар еле меселе яваш-яваш чызыле. Микрорайон büyük süratile ileriley. Yanı Mosse ise tolu şekilde nevbet meselesini çeze. Лучик bala bakçası yakın 3 yıl evvelsi federal maksadı programı boyunca kuruldu. Mında 350'den ziyade bala katnay. Mında 13 grupa, onlardan ekisi logoped grupaları, bedava koşma tahsil, İngiliz, Kırım tatar tilleri ve xoreografiya boyunca dersler. Уже 7 лет. Mart'nın 16 günü endi 7 yıldan berli em balalar, em büyükler Kırım Rusiya erkanına kirgenini kayıt eteler. Bugün 3D modelирование dersinde Jolman Koy klubunda Kırım resmini çizalar. Tılsımlı kalem yardımının yarımada sanki kağıt üstünde canlana. Bu en rahbetli tügereklerden biridir. Мында есе ойын студиямыз ерлеше. Мында эм балалар, эм büyükler қатнайлар. Bundan gayrı büyükler üçün йога ve oyun gimnastikası dersleri бар. Наталья Поддубная янартылған Koy klubunda gurur ile ekskursiya keçiре. Da bir yıl evvelsi keniş ve yarık odalar yerinde eşilgen divarlar ve çürügen tavan olğanına işanmak kıyın. Keçken asırının 30. senelerine ait bina kazayı aldaydı. Onu tamir etmek için Medeniyet Milli Lehası çerçevesinde 7 milyon ruble ayrılgan edi.
наша гордость. Санамыз бызым ғурурымыз. Тамираттан сон бізде яны сана пейда олды. Дүлбер верен кле донатма бұттынле яна. Диляра Исмаилова Джолман көйінді осты тариф етеке. Оларның балалығында иджетнен оғрашмақ имканы жоқ еді. Көйді янартылған клуб пейда олғанына қувана. Енді оның қызы ресім чизувынен ве гимнастиканен оғраша біле. Диляра бұақта балалықтан арзеті еді. Город ездит как бы. Жерге төгереклерге қатнамаға қиын. Мұнда енгілже, әлбет мен мұнда көйлерінде чалышам. Енім үшін қолай, қызым үшін зевк ве файда. Кырымның инкишафына енді yüzlerce миллиард рублей масраф етілді. Ве bu iş bunyan bitmey. Федераль бюджеттен 2025 senege 600'ge yakın milyard rubli ayrılacak. Bu paralarga 550'den ziyade obyekt kurulacak. Bu suvnen teminluf demir yol infrastrukturası Tavrida trassasından Kırımның Cenubi yalısına 4 yolaklı yollar kıbı yönelişler. Келечек hafta Kırım referendumının 7 yılığı kaydedilecek. Kırım sakinleri o zaman anlı seçim etken edilir. Rusiyanın bir fezada bulunu ve vatanға kaytuf. Esas erişme oldu. Kırım Devlet Şurasının reisi Vladimir Konstantinov böyle fikirde. Millet telekanalı için onun mahsus tefsiri. Бойле бір дуйгу ки, ярын ось медениетіңі, тарихыңы қорчаламақ үшін күрешмек керекдегіл. Бір кімсеге бір шейіні таздықламақ керекдегілсің. Рат-рат балаларны ве торунларны тербиелейсің. Сен доғры деп сайған мұйтте, сені тербиелеген мұйтте. Ең есасы будыр. Бар бізге әлбет эм аман есенлік, эмде келечекке умут берді. Біз Русиялы Қырымны өзіміз істеген кібі құрып олачағымызға умут. Амма барышық ве хайыр, Қырым топрағына девамлы турбулентлік еларындан сон келді. Ярынки күн белі дегіл. Қырым сакинлері келечекке емінліктен бақып башладылар. Русиянен берабер керген хавсызлық. Бұлар эпысы бізім ички табиатымыздың парчалары. Бұлар эпысы пек мұйым шейлердір. Cumhuriyetimizde adliye, medeniyet ve milletler ara münasebetler hakkında Kırım'ın Premier-Veziri Mikhail Nazarov tarif etti. Millet telekanalına verilgen эксклюзив интервью. Михаил Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. В прошлом году вы заняли должность вице-премьера Крыма. Какие сферы вы курируете? На меня возложено кураторство Комитета по делам национальности, Министерства культуры, Министерства юстиции, Государственный комитет по делам архивов Республики Крым и Государственная жилая инспекция. Ну и, кроме того, дополнительное поручение, которое поступает от главы и председателя правительства. В этом году запланирован капитальный ремонт и реставрация на 55 объектах в сферах культуры и культурного наследия. Что это за объекты и по каким программам их реализуют? Я скажу, что сейчас цифра уже увеличилась, и более 60 объектов запланировано провести капитальный ремонт. Причем здесь идет как и памятники архитектуры, так и дома, дворцы культуры. И если брать географию, то практически вся республика, все города и районы охвачены, где-то 2 объекта, где-то 5 объектов, где-то 1, но значимость его большая для района, будут осуществлены в республике. А как сегодня реализовывается указ президента страны о реабилитации репрессированных народов? Какая работа проводится в этом направлении? Здесь предусмотрен целый комплекс мер как со стороны правительства России, так и со стороны правительства республики. Фактически здесь комплекс мер изначально уже был принят, и он действует. Люди, которые соприкасаются с этим, признаны депортированными, предусмотрен комплекс социальных мер. Там достаточно большой пакет, льготное обеспечение жильем, льготы по коммунальным платежам, бесплатная установка телефонов, проезд, там значительный перечень, ежемесячные выплаты, может быть, кому-то они кажутся незначительными, но с учетом возможностей государства все равно эти выплаты осуществляются. И кроме того, запланирован и осуществляется значительный комплекс мер, направленных на фразу восстановления исторической справедливости. Да? Остро стоял земельный вопрос, причем он стоял и возник не в 2014 году, он идет десятилетиями. И только вот начиная с 2014 года мы можем констатировать, что сейчас мы уже говорим не о новых проблемах, а о том, что мы делаем по решению старых проблем. Уже сейчас значительное количество вот таких компактных мест, где
будем так говорить, по национальному признаку проживают крымчане, восстановлены либо заново построены дороги, газоснабжение предусмотрено. Если вот, можно, конечно, назвать цифры, это будет, может быть, утомительно, да, там, но с другой стороны, вот я, когда готовился, для себя сделал пометкой, да, вот, допустим, только на сегодняшний момент введено в эксплуатацию 72 квартиры. Общая жилая площадь более 300 тысяч метров. 520 мест в дошкольных образовательных учреждениях, в микрорайонах, там, где вот идет компактное проживание, будем так условно говорить, по национальному признаку, Фонтаны, Луговое города Симферополя. Почти 40 километров сетей газоснабжения было, когда люди не мечтали о газе. Почти 40 километров электроснабжения. Вода для Крыма – это жизненно. То есть это было сделано. И в этом году, в 2021, уже принято решение, и эти работы будут проводиться по тому, чтобы завершить и ввести в эксплуатацию еще 36 квартир. Планируем, ну, у нас нет другого пути, как это не исполнить, и сделать все, чтобы было введено 520 мест в дошкольных образовательных учреждениях. Продолжим строить дороги, сети газоснабжения. И жизнь, она не стоит на месте. И опять-таки, вот если брать по линии Государственного комитета по делам национальностей, все-таки что-то, может, мы не замечаем. И глава республики постоянно на это акцентирует внимание, как задачу все-таки изучать и общаться с крымчанами, смотреть, где потребности, и стараться максимально их удовлетворить. И на сегодня Госкомнац совместно с главами муниципальных образований еще дополнительный список проработали. Мы только собрали, обобщили, но где-то сформирован перечень 90 объектов, которые еще, вот, в дополнение к тому, что уже принято решение, мы будем работать над тем, чтобы их ввести. Причем, ну, вот эту, если брать по линии Государственного комитета по делам национальностей, считаю, что это значительная работа, и она направлена на восстановление справедливости. Крым длительное время в составе Российской Федерации, но тем не менее, время от времени в Крыму продолжают выявлять ячейки запрещенных террористических и экстремистских организаций. С чем это связано и почему они продолжают влиять на жителей Крыма? Я бы не стал вот так вот говорить, что это проблема только Крыма. Если внимательно смотреть развитие мировой ситуации, то это проблема не только Крыма, не только России, не только Европы. Это во всем мире, к сожалению, есть вот эти ячейки, экстремистские движения. Мы тоже не находимся в вакууме, мы часть общества, и эта проблема есть. Самое главное, что в республике есть ощущение, что эта проблема не замыливается, никто глаза не закрывает. И ну, на сегодня все-таки вот определенное позитивное изменение в жизни республики, а они налицо, с этим не спорят даже наши оппоненты, они во многом нейтрализуют вот те действия, которые со стороны отдельных ячеек, отдельных незаконных формирований, запрещенных в Российской Федерации. И полагаю, что проблема есть, но есть реальная сила, возможности у нас для того, чтобы правое дело победило. А как правительство республики может противостоять этим незаконным организациям? Какая работа проводится в этом направлении? Если брать, даже исходить из научных определений экстремизма, терроризма, что является причинами? Да? Ну, первая причина, одна из причин – недовольство условиями жизни. Да? Там низкая социальная обеспеченность, еще что-то. Понятно, если там счастливый человек, и у него все прекрасно, здесь меньше поводов для каких-то действий. В этом плане руководство и республики, и страны делают все, чтобы максимально улучшить нашу жизнь. То есть вот первый шаг, который, в принципе, идет в том направлении, чтобы таких страшных явлений не было. Второе, здесь идет пропаганда. Да? Ну, во многом вот те негативные действия, которые имеют место и на территории республики, они искусственно создаются, активно работает сейчас интернет-сеть, вот эти фейковые новости, еще что-то. То есть
словами из ироничных, таких веселых, там, главное зажечь массы, да, а там уже пусть горят. Ну, вот примерно так и делается. Вот сбросили, там, правда, неправда, а все равно это вот где-то вот откладывается. Соответственно, здесь органы власти и средства массовой информации, наша общая задача вот, говорить правду и как оно есть на самом деле. Тоже одно из направлений. Ну и третье, наверное, опять-таки, все, вот, что пытаются, я, может, свое мнение говорю, но оно основано на жизненном опыте. Ну, нет такого разделения по национальности. Мы уже настолько вот веками живем, да, национальность, мы можем говорить разделение по песням, там, по образу мысли, да, там, по тому, на каком языке ты думаешь или на каком языке тебе снятся сны. А в целом-то у нас настолько мы между собой независимы от национальности в силу служебных контактов, дружеских, личных каких-то. То есть вот самое главное вот это поддерживать и не поддаваться на провокации. Я думаю, здесь трудно поспорить. Михаил Анатольевич, спасибо за интервью. Вам спасибо. Санкцияларға бақмадан, Қырымға Қытайдан ет келді. Мұсафірлеріні тавуқ еті, шарап ве эфир яқ мақсулатлары желп етті. Жүмқұретлеріміз арасында иқтисади мұнасепетлер насыл тізілгені ақында мұхбирлеріміз девам еті. Бақчасарай районда ерлешкен муэссесенің юзум бақчаларында Қытайдан келген бизнесменлер етті. Мұсафирлерге территорияны көстерелер, бұндан сон шарап дегустациясы шетел ватандашлары бегенділер. Буйсе гравитацион шарап ясалған ер муэссесе Зиманеви донатмайле чалыша юзумны сықып шарап азырлай. Юзум тек қолнен жиылай сабадан sıcақ көтерілмегенже япыла. Қытай векеллерінің Қырым шарабына мерағы ел-елдан арта. Шарап мақсулаты ең популяр, менің фікірімже. Біз бүгін ішіп бақанымыз епсі пек лезетлі ве yüksek кейфиетлі олғаны көрініп тұра. Қытайдан келген мұсафирлерге емде Қырым шифахане курорт комплексінің имканлары ақында тариф еттілер. Шу жүмледен сақ гөлінің уникаль хусусиетлері ақында сөз жүрсетілді. Қытай шіркетлерінің бірінде музерлер шурасының рейсі Чэньюн Қырымда алған терен тесюратлары ақында екей етті. Башыма бірінші келген фікір әршей пек яқшы. Ажайып ер, ажайып табиат. Мұсафирчен ве мераметлі адамлар. Қытай Жүмхуриетінің векілерінен ішбірлік тек туризм саасында дегілді, шарап саасында да бақыла. Мрюқанесінің маматына көре Қытай 2020 сене жетет ярмаданын ең бұйық шіркетлерінден бірі олды. Енді башқа тарафқа Қырым мақсулаты yollanılacak. Чай стималчыларından бірі Қытайға чай партиясы yolladı ve onu 2 saat içinde satıp bitirdi. Yakında Қырымға Қытайдан teşkil етілген группалар келecek. Те предприятия, которые сегодня представляли. Бүгін өз шифаханелеріні тақдим еткен муэссеселер тедавилену имканлары ақында тариф еттілер. Олар номерлер фонды ақында, анда бір вақытта қач адам ерлеше білежегі ақында икәйе еттілер. Біз әмде курорт везірінен берабер шифахане курорт комплексы ве туризм ақында сөз жүрсеттік. Шу жүмледен гастрономик ве шарап туризм ақында. Қырымдан Қытайға бірінші маллар yollanılığı bu sene aprel ayından başlamağa planlaştıralır. Şaraptan gayrı Қытай бизнесменлері en ziyade huş fabrikalarının mahsulatı ve efir yağlar meraklandırdı. Бүгінге бұйыпсы хаберлерді келечек ратлық күнлерде көрішкенже. Яқшы кейфи евлеріңізде берекет олмасыны тілейім. Саулықнен қалыңыз.